Егер де сен жалқау болатын болсаң, ертең деп жұмысты қалдыра бересің, и получается жасалмай жатыр да. Ана жұмыстардың барлығы үйіліп жатыр, сен энергияңды алып тұр, сен күні түні ойлайсың да, блин, ананы істеу керек еді, ананы бітіріп тастау керек еді, ананы аяқтап тастау керек еді деп ойлайсың, бірақ жасамайсың. Мен саған қазір бір техника айтатын боламын, сол техникамен сен осы жалқаулығыңды қойып кетесің. Как будто бір арақты қойып кетесің деген сияқты болып отыр ма? Осы жалқаулығыңнан арыласың. Енді бұл техника сенің бүкіл мақсаттарыңа жетуге өте күшті көмектеседі. Сен бүкіл мақсаттарыңа жетесің, армандарыңа жетесің, және де кәдімгідей өзіңе осындай күшті привычка, күшті әдет қалыптастырасың. Онда кеттік. Бұл 2 минут техникасы деп аталады. Яғни сен не істейсің? Өзіңнің миыңды алдайсың. Мен қазір мына жұмыспен 2 минут айналысам. И таймерді қойып қоясың 2 минутқа, и получается жұмысыңды бастап кетесің. Сол кезде сенің миыңа бір жұмысты бастауға оңай болады. И сен уже көп энергияңды кетірмейсің. Сен мысалы 2 минут жасамайсың ғой оны. Сен уже тоқтай алмай қаласың да, и уже жұмыстың көп бөлігін бітіріп тастайсың. Біз неге бастамаймыз жұмысты жасауға, Өйткені біз білеміз да, ол ұзақ, оны отыру керек, оған жаңағы уақытыңды кетіру керек, ол қиын деп біздің миымыз не істейді? Қарсыласады. Сондықтан сен бастамайсың. Сондықтан осы техниканы қолданатын болсаң, сен бүкіл арман мақсаттарыңа жетесің, аяқталмай тұрған жұмыстарыңды, жоспарларың барлығын аяқтайсың. Просто әдетке айналдыр осы техниканы. Тағы да пайдалы видеолар көргің келсе, менің парақшама тіркел.